Сәлем, менің YouTube каналымның көрермендері, сіздермен бірге мен Жаңылсын. Өрметөсті қалай өреді деп сұраған қыздар, бүгінгі видео сіздерге арналады. Видеоны толық аяғына дейін қарасаңыз, барлығы түсінікті болады. Және де кейбіреулер ішекпен жұмыс істеу қиын дейді ғой. Иә, сәл шыдам керек, бірақ нәтиже соған тұрарлық. Бізге қойдың аш ішегі бүйен керек болады. Алдымен жақсылап жуып аламыз, содан кейін қойдың төсі керек болады. Төс сүйегінен төс етін сылып аламыз. Тұз, бұрыш, чеснок қосып жақсылап тұздап аламыз. Бүйенге жаңағы тұздаған төс етін рулет сияқты орап аламыз да бүйенге саламыз. Сосын аузын жіппен байлап аламыз. Өрген аш ішегімізге жаңағы бүйенді саламыз. Барлығын дайындап болғаннан кейін 2-3 сағатқа пісіріп аламыз. Барлығы түсінікті болды деп ойлаймын. Кәдеңізге жарасын. Видеоны аяғына дейін қарағаныңыз үшін рахмет. Қолдау ретінде лайк, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ауылдың тұрмыс тіршілігі мен ұлттық тағамдардың дәмін бірге сезінейік. Қазақтың қонақжай дәстүрімен ауыл өмірінің әдемі сәттері менің арнамда. Табиғат, еңбек, дәстүр барлығы осында.